заңды түрде бір ай өтті бүгін. Бұл қыздың тірі таныс шығар, иә? Араб жігітіне тұрмысқа шығып, 10 миллион теңге қалмал алған бойжеткен ғой. Енді ол қыз заңды түрде келін атанды деп жазды Экспресс-ка сайты. Динара Мұсабаеваның күйеуі Сұлтан Әзиз, араб жігіті. Ондағы дәстүр бойынша отау құрғаннан 7 күн өткен соң қалыңдыққа құнды сыйлық жасау керек. Қалай ойлайсыздар? Сұлтан Әзиз не сыйлады? 3 бөлмелі пәтер. Қазір қос ғашық Шымкентте тұрады. Сұлтан Әзиз бізге берген сұхбатында өзінің таңдауы қазақ қызы екенін және халқымыздың кішіпейілділігіне тәнті болғанын айтты. Динараның анасы менің де анам деп пейіл танытты. Кейбіреулеріңіз айтуыңыз мүмкін. Міне, қазақ жігіті қыздарды бағаламайды, сондықтан олар шетелге кетеді деп. Бірақ біздің жігіттер де дархандық танытады. Беташардың өзіне 55 миллион теңге салған. Той Түркістан облысы Түлкібас ауданында өткен. Осы ақшаны алған соң айтуға болады, бақыт ақшамен өлшенбейді деп.